Қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіз. Лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше бүгін мен сіздермен адика дайындауды көрсетемін. Ол үшін болгар бұрышы, ащы бұрыш, чеснок керек болады. Бірінші кезекте ет тартқыштың көмегімен болгар бұрышымызды жақсылап өткізіп аламыз. Келесі кезекте ащы бұрыштың жасыл шөптерін алып тастауға болады. Осылай екінші кезек ащы бұрышымызды саламыз. Ең соңында чесногымызды салып, барлығын жақсылап өткіземіз. Үлкен ыдысқа, кастрюль немесе қазанға осылай құйып, дәміне қарай тұз, бұрыш сепсеңіз болады. 1-1,5 сағаттай қайнатамыз. Енді банкілерімізді жақсылап жуып, стерилизация жасап, адикамызды құйып, осылай видеода көрсеткенде жауып шығарым. Міне біздің адикамыз дайын. Егер де сізге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және де тіркеліп кетіңіз. Келесі кездескенше.